Сәлем достарым, тек ештеңе жасамайтын адам ғана қателеспейді деген жапон мақалы бар. Яғни қандай да бір әрекет жасап жүрген адам қателікке бой алдырады. Бұл жағдай енді басып жатқан инвесторларды да айналып өтпейді. Өкінішке қарай. Бүгінгі видеода қор нарығы табалдырығын алғаш аттаған кісілердің басым бөлігі жасайтын топ 5 қате туралы айтамыз. Бұл Жусан Инвесттің YouTube арнасы, лайк басып, коммент жазудан шаршамаңыз. Ал біз бастаймыз. Мақсатсыз инвестиция жасау. Арман мен ниет көп болуы мүмкін, бірақ оның бәрі капиталымды ұлғайтамын, немесе пассив табыс көзін ашамын деген мақсаттардың сұлтанына келіп тіреледі. Дүкенге кіріп, сатушыдан ұялғаннан нан сатып алғандай. Еш мақсатсыз инвестицияға ақша құю болашақта қалтаңызға түсетін потенциалды табысыңызды азайта береді. Өкінішке қарай бастауыш инвесторлар осы қателікті жиі жасайды. Комиссияға мән бермеу. Кішкентай балаларды бір нәрседен тыю үшін анау жақта бабай бар дейміз ғой. Сол секілді бастауыш инвесторларға да барлық мәміледе комиссия бар деген сөзді құлағына құю керек. Ол калькуляторындағы комиссиясыз көрсеткіштерді көріп, бақыттан баса айналуы мүмкін. Ал қорытынды нәтиже көңіл күйін қаты түсіріп жіберу қаупі бар. Тіпті 2,5% комиссияның өзі 10 жылдық инвестициядан табысыңыздың біраз бөлігін жеп қоятын сөзсіз. Бірақ Қазақстанда ең төмен комиссиялар Жусан Инвестте екенін есіңізге саламыз. Қауіпсіздік көпшігі болмауы. Инвестиция табалдырығын аттаудан бұрын қауіпсіздік көпшігін құрып алған жөн. Оның көлемі сіздің 5-6 айлық табысыңызға пара-пар болуы қажет. Қауіпсіздік көпшігі ойламаған жерде жұмыстан босап қалу не бизнесіңізде проблема туындаған жағдайда активтеріңізді жапа тармағай сатудан сақтайды. Сізге қатты ақша керек болған сәтте активтердің құны уақытша құлдырауы мүмкін. Онда оларды сату арқылы шығынға ұшырайсыз. Активті әртараптандыруға ұмтылмау. Портфеліңізді тек бір сала не бір компаниядан ғана құрамаңыз. Сіз сенген компания қаншалықты тұрақты болғанымен пайда түсуіне ешкім кепілдік бермейді. Ақшаңызды барынша жан-жақта сақтауға тырысыңыз. Бір бөлігін жылжымайтын мүлікке, бір бөлігін акцияға, енді басқасын қағаз ақша ретінде ұстаңыз. Ертең жылжымайтын мүлік нарығы құласа, қалған бөлігі плюске шығуы мүмкін. Инвестицияны бастауды кейінге қалдыра беру. Кейбір кісілер шот ашып қояды да, сосын мұнымен айналысамын деп инвестициядан түсетін потенциалы табыс көзін сандықтың түбіне жібереді. Мысалы, 25 жасында бастаған кісі мен 35 жаста кіріскен кісінің табысы мен тәжірибесінде жер мен көктей айырмашылық болады. Адамдар өмірінің соңында көп саяхат жасамағанына өкінеді деген сөз бар. Сол сияқты зейнет жасына жеткен кезіңізде неге ертерек инвестициямен айналыспадым деп өкініп қалуыңыз мүмкін. Сондықтан инвестиция жасауды бүгіннен қалмай бастағаныңыз дұрыс. Тіпті кеше бастауыңыз керек еді. Жоғарыда келтірілген қателіктерді мүлдем жасамау үшін Жусан Академиядегі инвестицияға арналған тегін курстарда білім алыңыз. Осында келтірілген қателіктерді қайталамасын десеңіз, бұл видеоны бастауыш инвестор достарыңызға жіберіңіз. Лайк басып, коммент жазуды ұмытпаңыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыз.